Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ел аумағында әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандардың құрылысын қарқынды жүргізу жұмыстары жалғасуда. Осы бағыттағы жобалардың жүзеге асырылу барысы Түркістан облысының әкімі Нұралқан Көшеровтің төрағалығымен өткен мәжілісте қаралды. Биыл Түркістан облысында құрылыс басқармасы арқылы жалпы 45 әлеуметтік нысанның құрылысына 31,6 миллиард теңге бөлінді. Әлеуметтік нысандардың құрылысын жүргізу бойынша кешенді талдау жасап, нақты қадамдық іс-шара жоспарын әзірлеуіміз қажет. Жыл соңына дейін пайдалануға берілу жоспарланып тұрған нысандардың өзекті мәселелерін шешу бойынша нақты ұсыныстар енгізу қажет. Осының бәрін менің ойымша, электронды программалар көп қой қазір. Google Docs бар, Asana бар. Сол бағытта барлық аудан әкімдерін енгізу керек. Күнделікті объектіге барып атқан технадзоры бар, күнделікті сол суретін салып отыру керек. Облыста білім беру саласында 16 нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның ішінде 8 мектептің құрылысына қаржы қарастырылған. Қазіргі таңда 2 мектеп пайдалануға беріліп, қалған 6 мектепті жаңа оқу жылы қарсаңында аяқтау көзделген. Балалардың жан-жақты дамуына жағдай жасау мақсатында Жетісай, Мақтаарал, Келес және Сарыағаш аудандарында 4 жаңа буын өкілдерін дамыту орталығы бой көтеруде. Құрылыс басқармасы бойынша 45 әлеуметтік нысанның құрылысы жүріп жатыр. Жалпы құны 31,6 миллиард теңге. Оның ішінде басқармаға қарасты 19 нысан болса, 23 аудан қалаларға 3 нысан қор есебінен құрылысы жүріп жатыр. Жыл қорытындысымен 32 нысан пайдалануға тапсыру жоспарланса, 13-і өтпелі. Бүгін таңда 8 нысан пайдалануға берілді. Оның ішінде білім саласында 16 нысан құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның ішінде 8 мектептің құрылысына 8,6 миллиард теңге бөлінді. Бүгінгі таңда 2 мектеп пайдалануға беріліп, 6 мектеп 1 тамызға дейін аяқталуы тиіс. Денсаулық сақтау саласында 4 нысанның құрылысы қолға алынған. Түркістан қаласында Біріккен Араб Әмірлігінің Әбу-Даби қорының қолдауымен салынып жатқан 80 орындық перзентхананың құрылыс жұмыстарының орындалу деңгейі 70%-ға жетіп, медициналық құрал жабдықтар толық сатып алынған. Облыс әкімі Нұралқан Көшеров жауапты басқармалар мен аудан қала әкімдеріне әлеуметтік нысандардың құрылысын белгіленген мерзімде әрі сапалы аяқтауда. Қаржының тиімді игерілуін және өндірістік кестеден кешіккен нысандар бойынша нақты шаралар қабылдауды тапсырды.